Осындай ерекше дәмді турецкий тағам дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан есептеу машинасына тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Бұл жерде Envy компаниясының қазанында тамақ дайындаймыз. Бұл қазанда ешқандай май құймай жасалынады. Бұл жерде как диетический тамақ деп айтуға болады. Етті салып, үстіне капустамыз саламыз, оның үстіне перец саламыз. Барлығын тегістеп, тауық етін саламыз, және де балықты саламыз. Ешқандай дәмі бір-біріне берілмейді. Әр тамақтың дәмі өзінде тұрады. Картошкамызды саламыз, және де бетіне темірімізді, арнайы темірі болады, соны жауып, үстіне бір кеседе күрішті алдын ала жуып тазалап алып қоямыз. Осылай пісіреміз. Тефтелиді асқабақтың үстіне тефтели қойып, бетіне сиыр салып қоямыз. Бұл жерде гарнирді да барлығын бірге пісіріп алуға, сондықтан осы қазанның ерекшелігі осындай. Және де перецімізге 2 жұмыртқаны жарып құямыз. Тефтелиімізді саламыз. Бұл қазанымыз бізде майсыз пісіреді, және де тағамға тұз қоспаймыз. Тамақтың өзінің тұзы, дәмі бәрі керемет болып шығады. Тефтелиімізді салып, және де десертке бұл жерге алмұртымызды салып шығамыз. Бірінші қызып тұрған пештіге апарып қоямыз. Бастапқыда қатты отта тұрады, кейіннен ақырын отқа қойып 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осындай ерекше турецкий тамақты дәмі керемет болып шықты. Видеоны аса лайк басып, жаңадан есептеу машинасына тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.